Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында тауық етінен шұжықтар, яғни сосиски дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен 1 кг тауықтың филесін алып, осылайша бөліктерге бөлеміз. Және бұл тауықтың филесі мұздатқыштан шығарылған, яғни жартылай ғана еріген болуы тиіс, себебі қатты еріп кеткен жағдайда бізге жұмыс істеу қиындық тудырады. Сондықтан жартылай ғана ерігені дұрыс болады. Міне осылайша барлығын ұсақ бөліктерге бөліп алғаннан кейін блендердің көмегімен барлығын езіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңызға міне барлығы езіліп шықты, яғни жартылай ерігендіктен осылайша қолмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы болып келеді. Және де осы тауықтың филесімен қатар арасына 4-5 орташа тісше сарымсақты салып, бұны да блендермен езгілейміз. Барлығын езіп болғаннан кейін бір жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне тұз, кориандр, паприка, қарабұрыш және тауыққа арналған дәмдеуіш барлығын салып, жақсылап қолғаптың көмегімен барлығын араластырамыз. Және де жоғарыдан төменге қарай бірнеше қатара осылайша ұрғылап шығамыз. Сол кезде шұжықтардың формасын жасау әлдеқайда оңайырақ болады. Барлығы дайын болғаннан кейін бізге ендігі қажетті заттар пищевая пленка және сұйық май немесе сары май қолдансаңыздар болады, немесе зәйтүн майын. Міне осылайша кішкене ғана шұжықтарды бөліп аламыз. Яғни мен әрқайсысын 60 граммнан бөліп алдым. Екі қолымызды сары майға майлай отырып, осы пищевая пленкаға сосиски, яғни шұжықтардың формасын жақсылап келістіріп, осы пищевой пленкамен орап шығамыз. Барлығы оп-оңай жасалады. 1-2 жасағаннан кейін қолдарыңыз өзі-ақ үйреніп кетеді. Міне осылайша салып болғаннан кейін осылай екі жағын буып түйіп, барынша ішіне ауа кірмейтіндей болып, міне осылайша ішіндегі ауаларын шығарып, осылай екі жағынан орап шығамыз. Өте оп-оңай жасалады. Барлық сосискімізді осылай пищевой пленкаға орап дайындап аламыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, қазақ тілді контентті барынша қолдау көрсетіңіздер. Осылайша менің бұдан да өзге рецепттер менің каналымда бар. Өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, әрқашан жаңа видео болған кезде бірінші көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонымен біз барлық шұжықтар дайындап болдық. Енді осыны мұздатқышқа 2 сағатқа қатырып қоямыз. Одан соң қайнап тұрған, тарсылдап қайнап тұрған суға барлық шұжықтарымызды салып, жарты сағат көлемінде пісіріп аламыз. Және бір ас қасықтай тұз салып, барлығын араластырып, 30 минут аралығында пісіріп шығамыз. Міне барлығы пісіп шықты. Енді осы кезде мұны пленкадан ажыратамыз және пісу барысында, кез келген етті пісу барысында өзінің көбігі шығады. Міне осылайша салқын сумен барлық көбігін тазартып аламыз. Өте оп-оңай жасалады және де пленкасының оп-оңай ажыратылады. Содан соң осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады, немесе қызып тұрған табаға шұжықтарымызды екі жақ қызартып алсаңыздар болады. Міне қарапайым таба, сіздер гриль табасын қолдансаңыздар болады. Сол кезде сыртына өте әдемі сызықшалар пайда болады.
алдымен қатты қыздырып қоямыз. Содан соң кішкене ғана сұйық май құйып, екі жағын осылайша араластырып қуырып алсаңыздар болады. Тез-тез қызара қояды. Міне осылайша кереметтей тауық шұжықтарымыз дайын болды. Мен картоп пюресін ұсындым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.